Номер 2 шағын орталықтық орта мектебінің 7 сынып оқушысы Айтқұлов Досхан. Мен неге жыл оқушысы конкурсына қатысып отырмын? Ұлы жүздің ұлымын Досхан атым, Бекболсынның баласы Даразатым. Жақсылықтың жолында алда болған ассалаумағалейкум дара халқым. Менің есімім Досхан, туған жерім Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы Қарақат ауылы. Мен номер 2 шағын орталықтық орта мектебінің 7 сыныбында оқимын. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақалаларында білімді көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу біздің қанымызда бар қасиет дегендей, менің білімге деген қызығушылығым бол. Оның дәлелі қазіргі таңдағы жетістіктерім. Мен неге жыл оқушысы конкурсына қатысып отырмын? Себебі мен аудандық, облыстық, республикалық байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болып келемін. Атап айтар болсам, облыстық яссауи тану байқауының бас жүлде иегері атанып, республикаға жолдама алдым. Өткен жылы аудандық Едіге Батыр жырын жатқа айту бойынша бірінші орын иегері атанып, облысқа жолдама алдым. Облыста 700 оқушыдан іріктелген 40 дарынды оқушымен бақ сынасып, бірінші орынды қанжығама байладым. Мен өз ұстаздарымның зор еңбегімен, олардың бізге қосқан шеберліктері үшін және де рухани жағынан адамгершілігі мол және де мейірімді ұрпақ тәрбиелегені үшін зор алғыс айтамын. Болашақта ұстаздарымның ықпалымен болашаққа нық қадам баса алатын, батыл шешімдер қабылдай алатын азамат болатыныма сенімдімін. Өмірлік ұстанымым Абай атамыздың сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деген даналыққа толы өлең сөздері. Қорыта келе айтарым, ақыл жастан, асыл тастан дегендей, болашақта ақыл, білім, өнер екені мына біздерде. Жақсы бала жасынан білім жайлы ойлайды, салт дәстүрді дәріптеп, ел намысын қорғайды. Ынта қойып ғылым менен білімге, еш уақытта орта жолдан таймайды. Бүгінгі ізденіс, білімге деген құштарлығымыз ертеңгі толағай табыстардың кепілі болғай. Риторикалық мәселені шешу бойынша сұрақ алсам. Жерден ауыр не бала бидің даналық сөзі. Бір күні бала би қартайып, елінің бәрін жиып алып, жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не деп сұрақ қояды. Бұл сұрағына ешкім де жауап бере алмайды. Сол кезде бала би өз сұрағына өзі: жерден ауыр оқу білім, судан терең ақыл ғылым, оттан ыстық тәкаппани жалған адамның өмірі, көктен биік тәкаппардың көңілі деп жауап береді. Ер намысына қарай шабады, сырым мен бала би шешеннің тапқырлығын баяндаңыз дейді. Сырым орта жүзге барғанда бала би шешен екеуі көп әңгімелеседі. Сол кезде бала би сырымнан: сіз ағайынды нешеусіз деп сұрақ қояды. Мен даттан ағайынды екеумін деп жауап береді. Сол кезде: сізді даттан ағайынды өмірде естуші едік қой деп жауап береді. Жоқ, мен шынымды айтсам, даттан 11-мін, бірақ олардың далада жүргенде маған не керегі бар? Менің айтып тұрған екеуім, біреуі өзім, екіншісі көпшілік халқым деп жауап береді. Бала би: үгіт пен ақылды кім беру керек дейді. Сырым: үгітті ұққанға, ақылды жыққанға айтқызу керек деп жауап береді. Бала би: ат пен ердің шабысына және де шабысына қалай шабады деп жауап береді. Сұрақ қояды. Сырым: ат шабысына қарай, ер намысына қарай шабады деп жауап береді.